Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін сабағымда геометрия пәнінен 490-ға арналған ТЖБ тапсырмаларын түсіндіретін боламын. Оқушылар, бұл екінші нұсқасы, қажет болса, егер бірінші нұсқасы каналымда бар. Бірінші тапсырмада А және Б нүктелері берген, осы нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Ол үшін оқушылар түзудің теңдеуінің формуласын қолданамыз. Мінекей мына формуланы қолданамыз. Мұндағы x1, y1 А нүктесінің координатасы, x2, y2 дегеніміз Б нүктесінің координатасы. Енді орнына қойып есептеп көреміз. X азайтылған 1 минус 1 азайтылған 1 тең болады. Y азайтылған 2, 1 азайтылған 2. Енді есептеген кезде x минус 1 минус 2 тең y минус 2 минус 1 болады. Енді x минус 1-ді 1-ге көбейтеміз. Минус x плюс 1 болады. Тең минус 2-ні мына өрнекке көбейтеміз. Сонда минус 2y плюс 4 болады. Енді барлығын бір жаққа жинақтаймыз. Сонда минус x плюс 2y минус 3 тең 0 болады. Оқушылар осылай қалдырсақ та болады. Немесе осыны минус 1-ге көбейту арқылы x минус 2y плюс 3 тең 0 деп осылай алсақ та болады. Мінекей осы бірінші есептің жауабы болады. Келесі екінші тапсырмада, егер O 0-0, яғни O нүктесі 0-0, B нүктесінің координатасы 6-2, С 0-6 болса, А, В, Осы параллелограммының А төбесінің координатасын табыңыз. П диагоналдарының қиылысу нүктесі. Яғни оқушылар, мынау бізде АО және СВ диагоналдары берілген. Осының қиылысу нүктесі бізде П нүктесі болып табылады екен. Ең алдымен осы П нүктесінің координатасын табамыз. Сол мәліметтерді қолданып А төбесінің координатасын табамыз. Оқушылар, жаңа өзім айтқанда, ең бірінші П нүктесінің координатасын табамыз. x1 қосылған x2 бөлінген 2, y тең y1 қосылған y2 бөлінген 2. Осы формуланы қолданып П нүктесінің координатасын табамыз. Енді орнына қоятын болсақ, мұнда xp деп алайын индекспен. Оқушылар, онда біз В және С нүктелерін қолданамыз. 6-ға қосамыз 0-ді. Бөлеміз 2-ге тең болады 3-ге. Енді y P-ны табу үшін 2-ге қосамыз 6-ны, бөлеміз 2-ге тең болады 4-ге. Сонда бізде P нүктесінің координатасы тең демей қойын 3 және 4 болады екен. Енді осы формуланы қолданып А нүктесінің координатасын табамыз. Яғни xp x1 мен x2-ның орнына 0 және x аламыз. 0 қосылған x бөлінген 2. Осы формуладан xp-ның орнына 3-ті қоямыз. 3 тең болады 0 қосылған x 2. Сонда оқушылар, осыдан x тең болады 6-ға. Яғни мына екеуін көбейтеміз. Енді келесі y табу үшін yp 0 қосылған y деп аламыз. 0 қосылған y бөлінген 2 4 тең 0 қосылған y бөлінген 2. Сонда y тең болады 8-ге. Сонда оқушылар, жауабы А нүктесінің координатасы 6 және 8 болады екен. Оқушылар, негізі мына суретке қарап өзіміз анықтасақ болар екен. Б нүктесінің координатасы 6-2, мінекей мынау тұсты 6 болып тұр. Және А нүктесінің бірінші x мәні 6-ға тең, ал y мәні 8-ге тең. Келесі үшінші тапсырмада М нүктесі ПК кесіндісінің П нүктесінен 2 бөлінген 1 қатынасында бөледі. Егер М 2-де 1, К 3-де 5 болса, П нүктесінің координатасын табыңыз.
Оқушылар, ол үшін мына формуланы қолданамыз, яғни кесіндіні берілген қатынаста бөлу формуласын қолданамыз. Мұндағы x және y m нүктесінің координатасы, x2, y2 дегеніміз k нүктесінің координатасы. Енді бізге табу керек x1 және y1-ді, яғни p нүктесінің координатасын табу керек. Енді орнына қойып есептеп көреміз. X орнына 2-ні қоямыз. x1 белгісіз, қосамыз, қатынасының орнына 2-ні қоямыз. Көбейтеміз, x2-ның орнына 3-ті қоямыз. 1 қосылған 2. Енді x1 қосылған 6 тең болады. 1-ге 2-ні қосамыз, 3, 2-ге көбейтеміз, 6 болады. Сонда x1 бізде 0-ге тең болады. 6-дан азайтамыз 6-ны. Енді келесі y-дің орнына 1-ді қойып көрейік. 1 тең болады. Y1 қосылған көбейтілген 5, 1 қосылған 2, Y1 қосылған 10 тең болады 3-ге. Y1 тең болады минус 7-ге. 3-тен азайтамыз 10-ды. Сонда оқушылар, P нүктесінің координатасы 0 және минус 7 болады. Бұл бізде осы есептің жауабы. Келесі 4-ші тапсырмада бізде осындай шеңбердің теңдеуін құрыңыз дейді. Ал B-сында осы шеңбердің теңдеуіне және y тең минус 2 түзуінің өзара орналасуын анықтаңыз дейді. Оқушылар, мұнда мінеке x плюс 3 және y плюс деген болу керек. Сонда оқушылар, 4-ші есепте бізде бірінші шеңбердің центрін анықтап алайық. Шеңбердің центрі бізде жаңа өздерің көрдіңдер, теңдеуде минус 3 және минус 5. Ал радиусы бізде 9 болып тұр, яғни ол жерде r квадрат деп берілу керек. 9 деген сан бұл 3-тің квадраты. Радиусы 3-ке тең. Енді осы мәліметтер қолданып шеңбер сызамыз және y минус 2-ге тең түзуді сызамыз. Және осы шеңбермен түзудің өзара орналасуын сипаттаймыз. Оқушылар, бізде шеңбердің центрі мінеке минус 3-те минус 5. Мұнда орналасқан, радиусы 3-ке тең. Мінеке мынау қашықтығы. Енді осыны сызып алайық. Мінеке. Енді y минус 2 мінеке мұнда орналасқан. Осы түзуді сызамыз. Демек оқушылар, бұнда түзу мен шеңбердің өзара орналасуын анықтаған кезде өздерің көріп отырсыңдар. Түзу шеңберді жанап тұр. Демек сендер жауабы түзу шеңберді жанайды деп жазсаңдар болады. Келесі 5-ші тапсырмада оқушылар, сурет берілген. Суреттегі OA 5-ке тең, мына 5-ке тең. OV 4 түбірасты 2-ге тең. Мына қашықтық берілген және мінеке мынау ара қашықтық бізде 45 градусқа тең. OX өстің ара қашықтығы 3-ке тең. Мынау бізде A нүктесі, мынау ара қашықтығы 3-ке тең болып тұр. Бізге асында B нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Мына B нүктесінің координатасын табуымыз керек. Оқушылар, мына бізде тік бұрышты үшбұрыш болып тұр. Мінеке мына тік белгісін көрсеткен. Егер мына жер 45 градус болатын болса, демек бізде B бұрышы да 45 градус болады. Демек бізде берілген үш бұрышымыз тең қабырғалы тік бұрышты үш бұрыш болып тұр. Енді бізге B нүктесінің координатасын табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни A квадрат қосылған B квадрат тең S квадрат деген формула бар бізде. Пифагор теоремасының формуласы. Енді осыны қолданып біз осыны және V-сыны табу арқылы B нүктесінің координатасын тапсақ болады. Енді бізде өздерін көру қандай, осы тең болады V-сыға және оны біз белгісіз деп аламыз. Белгісіз x-те, сонда x квадрат қосылған x квадрат тең болады 4 түбірасты 2-ге. Яғни біз оқушылар A-ның және B-ның орнына x-те табып отырмыз. Сонда x квадрат пен x квадратты қоссақ 2x квадрат болады. 4 түбірасты 2-ның квадраты
4-ті квадраттаймыз 16 болады. Түбірасты 2-нің квадраты 2 болады. 2-ні көбейтсек 32 болады, е? Х квадрат тең болады 16-ға. 32-ні 2-ке бөлеміз. Сонда х тең болады плюс минус 4-ке. Енді оқушылар бірінші шереті жатқандықтан 4-те боламыз. Яғни Б нүктесінің координатасы 4 және 4 болады. Келесі Б-сында А нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Яғни мына мәнін табуымыз керек. Оқушылар Y-тің мәні белгілі 3-ке тең болып тұр. Бізге X-ті табу керек. Ол үшін оқушылар не істейміз? Тағы да Пифагор теоремасын қолданамыз. Бізде 5 дегеніміз бұл гипотенуза. 3 дегеніміз катет. Мұндағы бір катетін табамыз. Яғни ОК-ны табамыз. Ол тең болады А-ға. Ол тең болады С квадрат минус Б квадратқа. Мына формуланы түрлендіріп алсақ болады. Және квадраттан құтылу үшін түбірасын аламыз. Мұндағы С дегеніміз бізде 5-ке тең. 5-ті квадраттаймыз. Азайтамыз. Б дегеніміз 3-ке тең. 3-ті квадраттаймыз. 5-тің квадраты 25. 3-тің квадраты 9. 25-тен 9 азайтамыз. 16 болады. 16 түбірасынан 4 болып шығады. Сонда оқушылар бізде Б нүктесінің координатасы мынау бізде 4, ал Y бізде 3-ке тең екен, минус 4 деп аламыз. Мынау аймақ бізде минус мәнді береді. Минус 4 және 3 болады екен. Енді келесі С тапсырмасында АВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. Мынау ұзындықты табуымыз керек. Яғни екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. АВ тең болады x2 азайтылған x1 осының квадраты қосылған y2 азайтылған y1 және квадраттаймыз және барлығы түбірасында болу керек. x2 y2 дегеніміз Б нүктесінің координатасы, x1 y1 дегеніміз ол А нүктесінің координатасы. Оқушылар мұнда бірінші тапсырмада Б, екінші тапсырмада жерде мінеки А болу керек. Сонда x2 y2 мінеки Б нүктесінің координатасы, ал x1 y1 дегеніміз ол А нүктесінің координатасы. Енді x2-нің орнына 4 азайтылған минус 4 осының квадраты қосамыз y2 4 азайтылған 3 және квадраттаймыз және барлығын түбірасын аламыз. Түбір көріну үшін қызылмен жазып қойын, сызып қойын. 4 азайтылған минус 4, 2 минусымыз плюс болады, қосылады 8 квадраты 64. 4 азайтылған 3 1 болады, квадраттаймыз 1 болады. Түбірасында қосамыз, сонда бізде түбірасында 65 болады. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Түсінбеген сұрақтарым болса, комментарийға жазып сұраңдар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.